Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сабағымда диаграмма және кеңістік фигураларының жазбалары бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын түсіндіретін боламын. Яғни оқушылар 4-ші тоқсанда алынатын 3-ші БЖБ тапсырмалары. Оқушылар бұдан да бөлек жалпы нұсқасы А деңгейі бойынша 1-ші және 2-ші нұсқасы, Б деңгейі бойынша 1-ші нұсқасы каналында бар. Басқа да нұсқаларын өздерің көріп, түсініп алсаңдар болады. Бірінші тапсырмада былай дейді: чертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып жазыңыз дейді. Бұл жерде R нүктесі делінген. Мінекей шеңбердің дәл ортасында орналасқан бұл нүктені біз шеңбердің центрі деп атаймыз. Келесі NK кесіндісі. Мінекей NK кесіндісі шеңбердің бойына жатқан кез келген екі нүктенің қосатын кесіндіні біз хорда деп атаймыз. Келесі RT шеңбердің центрі мен шеңбердің бойына жатқан кез келген нүктені қосатын кесінді радиус деп аталады. Ал QM кесіндісі, мінекей QM кесіндісі шеңбердің бойына жатқан екі нүктені центрі арқылы өтіп қосатын кесіндіні біз диаметр деп атаймыз. Екінші тапсырмада кестеде С дәрумені бар азық-түліктер мәліметі берілген. Осы мәліметтерді дөңгелек диаграммаға бейнелеңіз дейді. Оқушылар азық-түліктер берілген: 100 граммнан не қарбыз, ананас, грейпфрут және лимон. 100 грамм қарбызда 6 мг С дәрумені бар. 100 грамм ананаста 24 грамм, яғни 24 мг С дәрумені бар. 100 грамм грейпфрутта 40 мг С дәрумені бар. Сол сияқты 100 грамм лимон ішінде 50 мг С дәрумені бар. Осыны біз дөңгелек диаграммада бейнелеуіміз керек. Оқушылар, ең алдымен барлық азық-түліктерді қосып алайық. 6 мг қарбыз қосамыз, 24 мг ананас қосамыз, 40 мг грейпфрутты қосамыз, 50 мг лимонды. 6-ға қосамыз 24, 30 болады, 40-ты қосамыз 70, оған 50-ді қосатын болсақ 120 мг болады екен. Енді оқушылар, 120 мг біз шеңберге сызуымыз керек. Жалпы шеңбердің ішкі толық бұрышын біз 360 градус деп аламыз. Мінекей. Енді оқушылар, бізде 1 мг-ға 3 градус сәйкес келеді. Оны қалай таптық? 360-ты 120-ға бөлетін болсақ 3-тен келді. Сонда 1 мг-ға 3 градус сәйкес келеді екен. Енді 6 мг-ды көбейтеміз 3-ке, сонда бізде ол 18 градус болады. 6 мг бізде 18 градусқа сәйкес келеді екен. 24 мг-ды көбейтеміз 3-ке, ол 72 градус болады. Сол сияқты 40-ды көбейтеміз 3-ке, 120 градус болады. 50-ді көбейтеміз 3-ке, 150 градус болады. Мұндаға жазып қояйын. 3-ті қақтан шыққан 360-ты бөлеміз 120-ға. Енді осылар қосып көрейік. 18-ді 72-ні қосамыз 90 болады. 120-ны қосамыз 210 болады. Қосамыз 150-ді 360 градус болады. Енді оқушылар, бізде шеңбердің центрі. Бұрышты сызбас бұрын ең алдымен сәуле сызып алуымыз керек. Енді біз ең алдымен 150 градусты алайық. Ол үшін транспортердің центрі мен центрді беттестіреміз. Және транспортердің сызығы мен сызық бізде сәйкес келу керек. Мінекей 150 градус 0-ден бастап, мінекей жерге деймін 150 нүктені белгілеп аламыз да, осы нүктені мына нүктемен, яғни шеңбердің центрімен қосамыз.
150 градус бұл 50 миллиграмм лимон. Бұнда мінекей лимон деп жазып алайық. Келесі 120 градус алайық. Ол үшін транспортердің центрі мен шеңбердің центрін беттестіріп, мына сызықты сәйкестендіреміз. Мінекей, енді 120 градус аламыз. 0-ден бастап, мінекей, мына жерге дейін 120. Осыны біз шеңбердің центрімен қосамыз. 120 градус, бұл бізде 40 миллиграмм грейпфрут. Келесі 72 градус және 18 градус. Өздерін көріп қандай 72-ге 18 қоссақ 90 градус шығады. Мінекей мұнда 90 градус болып тұр. Енді осыны 72 және 18-ге бөліп алайық. Жаңағыдай транспортердің центрін, шеңбердің центрімен және мына сызықты сәйкестендіріп аламыз. 72 градус, мінекей 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 және мінекей 2 штрихты аламыз. Бұл бізде оқушылар 72 градус, бұл 24 миллиграмм ананас. Мынау жерде бізде ананас. Ал ең кішкентайы мына жерде тұрған бізде 6 миллиграмм қарбыз. Оқушылар, мінекей, лимон бізде 50 миллиграмм. Бұл бізде 150 градус. Грейпфрут бізде 40 миллиграмм, ол 120 градус. Ананас бізде 24 миллиграмм, ол 72 градус. Қарбыз бізде 6 миллиграмм, ол 18 градус. Осылай мінекей дөңгелек диаграммада сызып алсаңдар болады. Келесі соңғы тапсырмада суретте кубтың жазбасы бейнеленген ойша кубты құрастырыңыз дейді. Оқушылар, мінекей, кубтың жазбасы берілген, біз ойша куб құрастыруымыз керек. Сендер осылай қиып алып қағаздан құрастырып, өздерің көзбен көрсеңдер де болады. R және K нүктелерімен қандай нүктелер беттеседі дейді. R нүктесімен бізде A нүктесі беттеседі, ал K нүктесімен бізде E және M нүктесі беттеседі. Енді PR қабырғасы мен жазбаның қандай қабырғасы беттесіп қыры болып табылады дейді. Яғни PR қабырғасы мен беттесетін қабырғаны табамыз. Яғни ол бізде мына қабырға болып табылады. Мына біз көтеріп, мынаны былай жинақтап осындай куб құрайтын болсақ, мына RP қабырғасы мен OA қабырғасы беттеседі. Жалпы оқушылар, бүгінгі сабағым осымен аяқталды. Егер бүгінгі видеоның сендердің білімдеріңе қандай да бір үлесін қосып жатса, каналыма жазылып, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.